Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін керемет ыстық тағамдардың бірі, қазіргі таңдағы хит гүлмантының рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Мантымызға қажетті заттар: тартылған ет, пияз, тұз және татымына қарай бұрыш қосамыз. Қамырына су, тұз, жұмыртқа, ұн қажет. Енді қамырын дайындаймыз. Алдымен електен өткізілген ұнымыздың ортасын кішкене осылай ашып аламыз. Үстіне бір жұмыртқамызды, суымыздың ішіне алдын ала тұз сап қойдым, жақсылап араластырып, ұнымыздың үстіне құямыз. Енді жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп алдық. Осылай тығыздықта болды. Енді бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Сол аралықта мантымыздың салмасын дайындаймыз. Енді салмасына қажетті затымыз, яғни пиязды ұсақтап турап аламыз. Ұсақтап турап алған пиязымызды тартылған етіміздің үстіне салдық. Татымына қарай 2 қасық тұз, қара бұрыш. Мен көз мөлшерімен жасап жатқан салмама қарай салып жатырмын. Және де мантымыз сочный болу үшін осылай жарты пиала сұйық май құямыз, яғни өсімдік майын. Енді жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Мамызды осылай жақсылап араластырып алдық. Енді қамырларымызды алып жаятын боламыз. Қамырымызды алып, кішкене ұн сеуіп, 2 бөлікке бөліп аламыз. Қолымыздың көмегімен кішкене домалақ пішінге келтіріп аламыз. Bir bölігін қойып, екінші бөлігін оқтаудың көмегімен жаямыз. Алдымен қолымызбен осылай кішкене басып аламыз. Себебі оқтаумен жайғанда оңайырақ болады. Қамырымызды жайып алдық. Менде үлкен зуала болғандықтан қамырым видеоға сыймай тұр. Қақ ортасынан бөліп аламыз қамырымызды. Енді шетінен осылай ұзыншалап кесеміз. Барлығын осылай кесіп шығамыз. Ең оңай тәсілі осылай. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Қамырларымызды осылай кесіп алдық. Енді арасына салмасын салып, гүлмантымызды жасаймыз. Алдымен қамырымызды сұйық маймен майлап аламыз арасын. Енді салмамызды саламыз. Салмамызды жайып саламыз үстіп барлық жеріне бір келкі қылып.
Енді осылайынан екінші бетіне қайырып орап шығамыз. Мінекей розаның формасына келтіріп ораймыз. Қолымыз кішкене майлап жеріп, осы жерін жапсырып жереміз. Мінекей дәл осылай жинап шығамыз мантыларымызды. Тағы біреуін көрсетейін сіздерге, кішкене түсінікті болу үшін. Арасына, қамырымыздың арасына сұйық май жағамыз. Енді салмамызды саламыз. Мінекей салып шықтық салмамызды. Қамырымызды екінші бетіне жапсырамыз осылай. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді осылай роза формасына келтіріп ораймыз. Ең соң біткен жерін кішкене қолымыз майлап жапсырып жереміз. Мінекей дәл осылай мантыларымызды жинап шығамыз. Мантыларымызды түйіп болды. Енді манты қазанымызға саламыз. Манты қазанымыздың астын майлап жереміз. Енді мантыларымызды саламыз. Енді беттерін кішкене майлап жереміз. Қырық-45 минутта пісіріп аламыз. Гүлмантымыз дайын болып шықты. Мінекей жасалуы өте оңай. Дастарханға өте әдемі көрінеді. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менде күнделікті қарапайым рецепттер шығып отырады.